Сәлем достар, біз бүгін шоколадты торт жасап үйренеміз. Керекті қоспаларын видеоның астына қалдырамын. Ұнымызға какао, ванильный сахар, қовсытқыш, қант, тұз және аздаған содамызды қосамыз. Және 2 жұмыртқа, күнбағыс майы, сүтімізді қосып араластырамыз. Ыстық суға бұқтырылған кофемізді қосамыз. Шоколадты кремімізді дайындау үшін бізге сүт, какао және қантымызды салып араластырамыз. Оны жылы пешке қойып, кішкене ысытып, сары майымызды ерітеміз және оны салып 5 минутқа пешке қайнатып аламыз. Кекісімізді 2-ге бөліп, оның арасына және де шеттеріне барлығына өз қалауыңызша жағып шығыңыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты.